Харун Рашид пен қария. Харун Рашид уәзірі екеуі халыққа білдірмей жай киімдерін киіп, ел ішін аралап жүріп, құрма ағаштарының көшетін отырғызып жатқан бір қарияға жолығыпты. Амандасқаннан кейін араларында мынадай әңгіме өрбіпті. Аллах тағала қолыңызға қуат берсін. Қария, мына істеп жатқаныңыз не? Құрма ағашының көшеттерін отырғызып жатырмын. Ал бұл егіп жатқан құрма ағаштарыңыз қашан гүлдеп, қашан жеміс бере бастайды? Кім білсін енді оны? Мүмкін 20 жылдан кейін үлкейіп жеміс бере бастайтын шығар. Ол кезге өміріңіз жетіп, жемісін көре алар ма екенсіз? Мына қартайған қалпымда көре алмайтын шығармын. Бірақ бізге дейінгілердің жемісін біз жедік қой. Бізде бізден кейінгілердің қажетіне жарасын деп құрма көшеттерін отырғызып жатырмыз. Қарияның бұл жауабына тәнті болған Харун Рашид қалтасынан бір кесе алтын алып қарияға ұсынады. Қария Аллахқа шүкіршілігін білдіреді де артынша: отырғызбай жатып ағаштарымның жеміс бергені қызық болды деді. Бұл сөзді естіген Харун Рашид оған тағы да бір кесе алтын береді. Әуелдеп Аллахқа шүкір еткен қарт күлімсіреп былай дейді: елдің отырғызған көшеттері жылына бір-ақ рет жеміс берсе, менікі әу дегенде 2 рет жеміс берді.